Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханымыздың сәні болып тұратын гранатовый браслет салатының жасалу жолымен бөлісетін болам. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Тауық етімізді төрт бұрыштап турап алғаннан кейін тарелкамызға осы видеодағыдай етіп салып шығатын боламыз. Ортасына шұңғыл ыдысымызды қоюды ұмытпаймыз. Пысқан картошкамызды теркамыздан өткізіп аламыз. Видеодағыдай тауық етінің үстіне қойып шығатын боламыз. Арасына майонезімізді жағуды ұмытпаймыз. Майонезімізді жағып шығатын боламыз. Сәбізімізді де теркамыздан өткізіп аламыз. Оны да дәл солай картошканың үстіне майонезімізді жағып қойып шығатын боламыз. Өте дәмді әрі тез жасалатын салат, сондықтан барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Осылай барлық жеріне жеткізіп майонезімізді жағып алғаннан кейін жұмыртқамызды теркадан өткізіп үстіне қойып шығамыз. Жұмыртқамыздың үстіне майонезімізді жағып, қызылшамызды да бетіне қоятын боламыз. Бір келкі етіп, домалатып жинап аламыз. Одан кейін майонезімізді жұқалап жағып, үстіне гранатымызды сеуіп шығатын боламыз. Гранатымызды ашық жерін қалдырмай, барлық жеріне жеткізіп, жауып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өз қалауларыңызбен бетін әрлесеңіздер болады. Жаңа жылдық дастарханыңыздың көркі болып тұрады. Менің YouTube каналымда көптеген жеңіл салаттардың жасалу жолымен бөлістім. Кіріп көріңіздер және комментарий мен лайк басуды ұмытпаңыздар.